Қайырлы кеш баршаңызға. Менің есімім Ерлік болады. Алматы облысы станция Зоныштан боламын. Мен осы уақытқа дейін 8-10 жылдай бойы темекіні, зиянды сусындарды, спирт ішімдіктерді қолданатынмын. Бір күні YouTube'дан Ахметбек ағайдың видеороликтерін көре бастадым. Видеороликтердің бірінде менің кемелденген тұлғам атты, соны естіп, бірден қатысуға шешім қабылдадым. Кемелденген тұлғаға қатысқаннан кейін 2-3 күннен кейін бірден жаңағы зиянды сусындар, темекіні, спиртті ішімдіктерді бірден қойып кеттім. Және де бұл жерде айтар кетерім, менде мынандай кемелденген тұлғаға қатысу арқылы жаман мінез кеселдерім де болды. Және де мына менде ауру болды да, остеохондроз ауруы. Мына мойнымдарым қажалып кеткен, ана омыртқасы ауырады екен. Сол да қазір ауырғаны кетіп, жаман мінез кеселдерім де кетті десем де болады. Қазір өмірім түбегейлі өзгеріп, өмірім мазмұнды өтіп, кемелдеген тұлға қатысу арқылы Ахметбек ағайдың арқасында өмірім түбегейлі өзгерді десем де еш қателеспеймін. Рахмет, сау болыңыздар. Менің күні бойы көңілім таңертең 5-те тұрам, жүгіремін, жаттығу жасап, медитация жасаймын. Солардың бәрі пайдасы өте керемет. Мысалы, өзім мінездерімді айтсақ, ашуланбайтын болдым, ешкімге өкпелемейтін болдым, ренжімейтін болдым, біреуге кінәні артпайтын болдым. Қазір күні бойы таңертең кешке дейін көңіл күйім өте керемет өтеді, мазмұнды өтеді. Кемелденген тұлғаға қатысу бір адам санасында жарылыс болады екен. Шынымен де адам өзін зерттесе, жаман мінез кеселдерін анықтап, бәрінен айығады екен. Бұл Ахметбек ағайдың осындай тұлға, кемел тұлға адам бар болғанына мен өте қуаныштымын.